Мемлекетіміздің жаңа тарихы елбасы есімімен тығыз байланысты. Ғаламдық деңгейдегі кемеңгер тұлғаға тән көрегенді қасиеттерге ие Назарбаев феномені әрбір қазақстандыққа үлгі өнігі. Нұрсұлтан Назарбаев ғылым, білім және рухани жаңғыру орталығы. Бұл орталықта ұлт көшбасшысының өмір жолы мен Қазақстанды тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптастыру жолындағы ерен еңбегін, жаһандық бастамаларын насихаттау мақсатында іргелі жұмыстар жүргізіледі. Орталықтың 4 залы бар. Бірінші үлкен зал тұңғыш президент елбасы деп аталады. Залдағы бастау тақырыптық топтамасында берілген фотосуреттер мен құжаттар елбасының отбасы, ата-анасы, балалық шағы, мектеп жылдары туралы баяндайды. Құрышпен шыңдалған атты топтама елбасы Назарбаевтың Теміртау қаласындағы металлургия зауытында жұмыс істегені және Днепр металлургия зауытының жанындағы Днепродзержинский техникалық училищесінде оқыған кезеңінен сыр шертеді. Саясат саңлағы топтамасында елбасы өміріндегі бетбұрысты сәт, оның 1972 жылы өзіне етене жақын Қарағанды металлургия комбинатында партия комитетінің хатшысы лауазымына тағайындалуы, Қазақстан ауқымындағы аса ірі кәсіпорында комбинат директорынан кейінгі екінші тұлғаға айналған кезеңдер бейнеленеді. Сын сағаты топтамасында елбасының Қазақстан президенті лауазымына келуі бейнеленеді. Ұлы күн топтамасында Қазақстанның тәуелсіздік алуы, оның төл нышандары, мемлекеттік рәміздерін қабылдау туралы фотоқұжаттар берілген. Астана тәуелсіздік мақтанышы топтамасы елорданың Алматтан Сарыарқа төріне көшуін, қанат жаюын, ондағы елбасының рөлін ашады. Руханият топтамасында мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы, болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы, онда ұсынылған бірегей жобалар туралы ақпарат берілген. Бірлік пен келісім топтамасы Қазақстандағы ұлт саясатының салтанатына арналған. Қазақстан және әлем топтамасы елбасы анықтаған сыртқы саясат жайлы ақпарат береді. 2017 жылы ашылған елбасы кітапханасы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы кітапханасымен рухани әріптестік қарым-қатынас орнатқан. Кітапханада студенттер тұлғатану дәрістерін тыңдап, көрме, ғылыми тәжірибелік конференциялар мен рухани маңызды шаралар өткізіп келеді. Оның қорында 3000-нан астам кітап бар. Электронды оқу залында оқырмандарға цифрлы форматта қызмет көрсетіледі. Достық студенттік ассамблеясы 2004 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Ассамблея университетте оқитын 21 ұлт өкілдерінің басын біріктіреді. Оның жұмысы Қазақстан Халқы Ассамблеясының қолдауымен және қалалық славян, корей, ұйғыр, әзірбайжан, дүнген, армян, татар және тағы басқа ұлттық этномәдени орталықтармен тығыз ынтымақтастықта жүргізіледі. Таза планета ғылыми танымдық орталығы. Орталық 3 залдан тұрады. Оның ядролық қару әлемге төнген қауіп атты бірінші залы, әлемде атом қаруының құрбаны болған Хиросима мен Нагасаки қалаларының трагедиясына арналған. Орталықтың ядролық қарусыз әлем залына келушілер Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ядролық қарусыз әлем құруға бағытталған бастамаларымен таныса алады. Жастарды атақты тұлғалар өнегөсі арқылы тәрбиелеуде еңбек ерлері галереясының, әдеп, айбын, әскери патриоттық клубтарының маңызы зор. Еріктілер қозғалысының дамуына ерекше серпін берген волонтерлар жылы елбасы былтыр жариялаған жастар жылының жалғас іспеттес. Осы бағытта жас ұрпақты адалдықпен парасаттылыққа тәрбиелеу мақсатында Парасат орталығы, саналы ұрпақ клубы және адалдық алаңы тиімді жұмыс жасайды. Елбасы Назарбаевтың сөзімен айтсақ, еркін елде өскен ұрпақтың рухы әрдайым биік болу тиіс. Жастары жалын жүректі, өршіл намысты, биік рухты болса, ол елдің еңсесі де биік болады. Біздің мақсатымыз ауылдан келген студенттерімізге заманауи білім беріп қана қоймай, оларды ел мен жердің қасиетін бағалайтын тұлға ретінде қалыптастыру.
ұлы даламыздың ұлағатын бойына сіңірген, туған топырақтың қадірін біліп, ел мен жерін қадірлейтін, және сол ауылдың зиялысына айналатын азамат тәрбиелеу.